Армысыздар, Айбынды Алаш елі Туған жер бағдарламасы аясында Отан тарихы, өлкө тарихы атты ақпараттық сағатымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Осынау ұлан байтақ қазақ жерінің киелі мекендері аз емес. Мәселен өзіміздің мекен еткен Ақмола облысы, Ерейментау аудандары бойынша айтатын болсақ, Көкшетауымыз, Бурабайымыз, Ерейментауымыз барлығы да бабалардың маңдай тері, аққан қаны сіңген ұлан ғайыр алқап. Бұл даланың әрбір мекені, әрбір ауылы, әрбір төбесі, әрбір өзені, әрбір көлі жайдан жай емес, көненің көзіндей болған, асылдың сөзіндей болған көне тарихымыздың сыр пернесін шертіп жатыр десек қателеспейміз. Өлкө тарихы әрине отан тарихы, ел тарихы. Біз өлкөмізді тану арқылы жеріміздің байлығын, жеріміздің қасиетін, жерімізді өткен батырлар мен ақындар, шешендер мен көсемдерді тану арқылы өзіміздің түп негізімізді, тамырымызды, танымымызды жоғалтпай танып, келешек ұрпаққа дәріптейміз. Өзіміздің Ерейментау жерінде де көптеген көне тарихтар бар. Кешегі Үмбетей жыраулардың, Бөгенбай батырлардың, Саққұлақ бапан билердің, Иман Жүсіптердің аңыз есімдері қалған даламыздың даралығы айтпасақ та көзге көрініп тұрары айдан анық. Осындай өлкөміздегі кең байтақ жерлер мен тарихи кендерді ұмытпай аршып алуға барлығымыз атсалыссақ жақсы болар еді. Ол үшін жасөспірімдерді өзімізде тарихи жерлерге жыл сайын жаз айларында қыдырып барып, тарихшылардан зерттеу еңбектерін сұрастырып, тарихымызды біліп жас ұрпақтарға насихаттап отырсақ, өлкөміздің тарихын одан ары танып, келешекке дәріптей береріміз сөзсіз. Туған жер бағдарламасы аясында отан тарихы, өлкө тарихы атты ақпараттық сағатымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет, аман, сау болыңыздар. Қазанымыз оттан, қазағымыз аттан түспесін.